Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сырный күй дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге сүзбеміз қажет. Менде үйдің сүзбесі. Сүзбемізді осылай вилканың көмегімен езіп аламыз. Блендермен езсеңіз де болады. Содан соң шекерімізді саламыз. Барлығын мұқият араластырып, жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып шығамыз. Осылайша жұмыртқамызды салып араластырғаннан кейін ең соңында ұнымызды салып араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы керек, не қою емес, не сұйық та емес. Содан соң барлығын болғаннан кейін доскамыздың үстіне ұн сеуіп, сырныкиларымыздың формасын келтіреміз дөңгелектеп. Осылайша қолыңыздың көмегімен барлығын дөңгелектеп дайындап аламыз. Сырныкиларымызды осылайша морозильникте қатырсаңыз болады, немесе бірден дайындай берсеңіз болады. Мінекей осылайша барлығын дайындап алып, қызып тұрған отымызда табамызға май саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша шемешкі май немесе сары май салсаңыз болады. Осылайша майымыз шыжғырылғаннан кейін сырныкиларымызды салып, екі жағын қызарғанша кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Осылайша табамыздың бетін жауып, сырныкиларымыздың екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылайша біздің дәмді сырныкиларымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.
Осылайша дайын болған сырникиларымызды өзіңіздің қалауыңызша әдемілеп сгущенкамен немесе шоколадпен, қаймақпен жесеңіз болады.